125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін дүниежүзі тарихы пәні бойынша өте қызықты ел, біреулердің дорамалардың фандары және аниме көретіндердің фандары, яғни білет, сол елдерді өтеміз. Бүгін Жапония мен Кореяны өтеміз. Енді Жапония мен Корея елдерінде экономикалық керемет қалай жүзеге асты? Жапония мен Оңтүстік Корея елдері қазір әлемдік дамыған елдерге қалай айналды? Әлемдік брендтер Токио қаласындағы Toyota компаниялары, одан бөлек Жапонияда, Кореядағы жаңағы Samsung компаниялары қалай қалыптасты? Біз бүгін соларды өтеміз. Ал ендеше кеттік. Соғыстан кейінгі жылдары 45-ші жыл Жапония үшін өте ауыр болды. Жапония мемлекетінде Америка құрама штаттары Хиросима және Нагасаки қалаларына атом бомбаларын тастады. Жапония мемлекеті соғыстан кейін өте үлкен зардап шекті. Өзі кішкентай 4 аралдан тұратын мемлекет, жаңағы Хонсю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю деген аралдарда тұрады. Жапония мемлекетінде қалай айтсақ екен, императордың билігі сақталды. 55-ші жылы елдің тәуелсіздігі қалпына келтірілді. Ел конституциялық монархиялық ел болып саналады. Хирохито Жексүрдің билігін сақтап қалды. 1945 жылы Жапонияда өнеркәсіп қуаттылығы 85%-ға төмен қарай түсіп кетті. Елдің кедейшілік жағдайы өте ауыр деңгейде болды. Ал Корея түбегіндегі шиеленіс 50-ші жылдары созылып, 50-53-ші жылдары Корея соғысы болды. Енді жалпы Корея соғысы туралы айтатын болсақ, Корея соғысы өте үлкен болды. Жаңа біз айтқанда 50-53-ші жылдары соғысты. Солтүстік Кореядан шамамен 1.500.000 адам өлсе, Оңтүстік Кореядан 1.300.000 адам қайтыс болған еді. Әрине инфрақұрылым қаласы қирады, Сеул және Пусан қалалары қирады, және Пхеньян аймақтарына да зардап шекті. Енді осылайша айтатын мәселе, екі ел соғысты нақты келісімге келе алмай отыр. Әлі күнге дейін екі елдің арасынан шекара 38-ші параллель болып саналады. Ал енді Оңтүстік Корея президенттері туралы айтатын болсақ, Оңтүстік Кореяның алғашқы президенті Ли Сы Ман деген кісі Америка құрама штаттары Америкада оқыған корейсті тауып осы жерге қояды. Ли Сы Ман атамыз 48-ден 60-қа дейін елді ұзақ басқарады, қаншер диктатор ретінде елді басқарды, авторитарлық басқару жүйесін орнатады. Ел коррупцияға батып, экономикалық даму шектеп қалды. Осылайша 60-шы жылдары студенттер наразылығынан кейін қызметіне кетуге мәжбүр болып, кейін сотталып түрмеде шірейді. Жалпы 60-шы жылдары Оңтүстік Корея мемлекеті атысталы ел болған, даже Солтүстік Кореядан атысталы, прикиньте. Ал қазір керісінше, қазір Солтүстік Корея атысталы, Оңтүстік Корея дамып кеткен. Енді солай ғой енді. Енді қараңыздар, осылайша Ли Сы Маннан кейін билікке Пак Чон Хи деген кісі келеді, Кореяның екінші президенті. Пак Чон Хи 61-79 жылдар басқарады, елді индустрияландыру, экономикалық реформалардың негізін қалаушысы болып саналады. Ганбу жоспары арқылы мемлекеттің басқарудағы экспортта бағытталған экономикалық моделін енгізеді. Ал Пак Чон Хиден кейін Ча Мён деген кісі келеді. 60-61 жылдар қысқа мерзімде парламенттік демократия кезеңі болып саналды. Саяси тұрақсыздық болды. Экономикалық мәселелерді төңкеріске алып келді. Нәтижесінде Пак Чон Хи Оңтүстік Кореяның экономикалық жаңағы ғажайыбының бастауы болды. Сонда Қытайды дамытқан президент кім десе, мына Пак Чон Хи деген президент болып саналады екен. Ол чеболь жүйесі, яғни мемлекет қолдауымен дамыған ірі отбасылық конгломераттарды қолдады. Осы кезде Samsung, Hyundai, LG сияқты корпорациялар пайда болды. Келесі айтатын дүние, Корея президенттері толық тізімі туралы айтатын болсақ, Ли Сы Ман атамыз 48-60 жылдар билесе, одан кейін Ча Мён келді 60-61 жылдар, одан кейін Пак Чон Хи келді 61-79 жылдары, одан кейін Че Гю Ха келді 79-80, одан кейін Чон Ду Хван келді 80-88 жылдары, ал одан кейін Ро Де У келді 88-93 жылдары,
одан кейін Ким Йон Сам келді 93 пен 98 жылдары. Одан кейін бізде Ким Де Джун, яғни 98 бен 2003 жылдары басқарыпты. Одан кейін Но Му Хён 2003 пен 2008-де басқарса, Ле Мьон Бак 2008 бен 2013 жылдары басқарыпты. Енді тоқтайық. Ли Сыман кезінде Корея Республикасы негізі қаланды. Ча Мьон кезінде демократиялық реформалар жасалыныпты. Пак Чон Хи кезінде экономикалық Қытайдың Кореяның ғажайыбы болды. Одан кейін Че Гю Ха кезінде қысқа мерзімді өтпелі кезең болса, ал Чон Ду Хван кезінде экономикалық тұрақтандыру болыпты. Ал Ро Дэ У кезінде олимпиадалық ойындар мен демократизация процестері болды. Ал Ким Йон Сам кезінде глобализация, сыбайлық жемқорлыққа қарсы күрес болған екен. Мына. Ал Ким Де Джун кезінде Азия дағдарысынан кейінгі қалпына келу күнес саясаты болыпты. Ал Но Му Хён кезінде әлеуметтік әділеттілік реформалар жасалынса, ал Ли Мьон Бак кезінде экономикалық өсу, инфрақұрылымдық жобалар жасалыныпты. Мына осы. Енді Жапонияға тоқталатын болсақ, Жапония мемлекетінің экономикасына әрине Америка Құрама Штаттарының үлесі өте зор болды. Америка Құрама Штаттары елді қайтадан қалпына келтірді. Өте көп инвестиция салды. Нәтижесінде Жапония мемлекеті магнитофон шығару бойынша әлемдік жетекші орынға шықты. Жаңағы теңіз кемелері шығару бойынша әлемдік жетекшілікке шықты Жапония мемлекеті. Мына осы. Бұлар ұбт-дан келеді. Жалпы Жапония мемлекетінде Дзайбатсу деп аталатын үлкен компания болған, бірақ сол Дзайбатсу компаниясы ыдырап кетеді. Одан бөлек МакАртурдың реформасы кезінде феодалдық жер иелену жүйесі жойып, ауыл шаруашылығы жаңғырды. Мемлекеттік басқару саясы қарқынды түрде дами бастады. ақш-тың станоктары келу нәтижесінде Жапония қарқынды түрде дамып кетті. Осылайша қазіргі кезде Жапония мемлекетінің дамуына автомобиль өндірісі әсер етіп жатыр. Әсіресе Toyota, Nissan, Honda сияқты компаниялар. Жалпы әлем бойынша Жапонияда Toyota компаниясы өндіріс бойынша әлемдік екінші орынға шықты. Электроника саласында Sony, Panasonic, Hitachi сияқты компаниялар әлемдік қатарларға шықты. Кеме жасау саласы қарқынды түрде дамып жатыр. Жалпы Жапония мемлекетінде ерекше кайзен, яғни үздіксіз жетілу және кансей деген нақты уақытқа жеткізу сияқты концепциялар арқасында Жапония әлемдік дамыған елдердің қатарына кірді. Енді таңқаларлық жағдай, екі рет атомный бомбасы түсті, өзі кішкентай 4 аралда тұрған мемлекет қайтадан ел дамып әлемдік дамыған елдердің қатарына шықты. Енді оңтүстік Корея туралы айтатын болсақ, оңтүстік Кореяда Samsung, Lucky Gold Star, яғни біз оны LG деп атаймыз, Teo немесе Daewoo деп аталатын компаниялар елдің экономикалық корпорациялар болды. Осы компаниялар елді дамытты десек болады. Енді Samsung компаниясы 1938 жылы Ли Бен Чхуль деген кісі негізін қалады. Бастапқы кезде күріш шығаратын фирма болды, сататын. Кейін 50-60 жылдар Samsung өз қызметін тоқымаға кетеді. Одан кейін сақтандыру фирмасы болып кетеді. Одан электроника шығара бастады. Сөйтіп қазіргі кезде электроникалық құралдар шығаратын компанияға айналды. Ал Lucky Gold Star, біз оны қазір LG деп білеміз. 47 жылы Кун Ин Хвой деп аталатын кісі Lucky Gold Star компаниясының негізін қалайды. Яғни пластмасса өнімдерін және тұрмыстық техника өндірісінен бастады. 60 жылдары Корея компаниясындағы радио қабылдағыш, тоңазытқыш, телевизор шығарумен айналысқан компания болып саналады. Әлі күнге дейін сондай заттар шығарады. Ал Teo немесе біз оны Daewoo деп білетін компания 67 жылы құрды. Оны Ким Ун Джун деген кісі құрды. Teo тоқыма экспортпен айналысты, яғни тоқыма заттарын шығаратын болды. Киім кешекпен айналысты, кейін автомобиль шығара бастады. Міне. Осылайша бізде үлкен корпорациялар дамыды. Енді елде жағдай туралы айтатын болсақ, Корея мемлекеті мен Жапония мемлекеті арасында байланыс өте жай дамыды. Жалпы соғыс бітті 45, 55, 65, 65 жылдан кейін ғана Жапония мен
жаңағы оңтүстік Корея арасында байланыс қайтадан жандана бастады 20 жылдан кейін. Осылайша бастапқы кезде Кореяда жаңағы американдық компаниялардың үлесі көп болса, кейін жапондық компаниялар американдық компанияларды оңтүстік Кореяда ығыстырып шығара бастады. Міне келесі айтатын дүниеміз не? Урбандалу туралы айтайық. Урбанизация дегеніміз не? Ол бізде қала халқының өсуі. Адамдар ауылдардан қалаларға көшу процестері қашан басталды? 90-шы жылдары, одан кейін 2000-ші жылдары. Яғни қалада өмір сүру жағдайы жақсара бастады. Жұмыс орындары пайда болды. Осылайша үлкен Сеул мен Пусан сияқты қалаларда миллионнан астам халық тұрды. Пусанда шамамен 3 миллионнан астам адам тұратын болса, Сеул қаласында шамамен 10 миллионнан астам халық тұрған еді. Міне осы. Жалпы ішкі өнім туралы айтатын болсақ, оңтүстік Кореяда жалпы ішкі өнімі жан басына шаққан кезде $70 төмен болған еді. 50-ші жылдары ол өте нашар еді. Ал Жапонияда ол $200 шамасында еді. Ал 60-ші жылдары оңтүстік Кореяда $130 өссе, Жапонияда жалпы $500 дейін жетті. Ал 70-ші жылдары Кореяда $300 жетсе, ал Жапонияда әлем бойынша екінші экономикаға айналды уже Жапония 70-ші жылдары. Осылайша Жапония мен Азия елдер тарихта Азия жолбарыстары деген феноменмен тез қарқынды дамып, әлемдік көшбасшы елдерге айналып жатыр. Біз қазір осы Кореяның дорамаларын көріп жатырық, жалпы Японияның анимелерін көріп жатырық, типа Клинок Корсикаиших демонов деген сияқты. Міне балалар, енді тағы бір айтатын мәселе экономикалық ғажайыптың себептері. Енді ол жайдан жай болмайды ғой ғажайып. Бірінші, тиімді мемлекеттік басқару. Бұл елдерде басқару жүйесі өте қызық. Әсіресе оңтүстік Корея президенттердің тарихы өте қызық, өте президент болу қиын ел. Барлық президенттер сотталып кеткен бұл елде. Одан кейін екінші, экспортқа тауар өте көп шығарады бұл ел. ақш-тың әскери және экономикалық көмек оңтүстік Кореяға да көмектесті, жаңағы Жапонияға да көмектесті. Енді ақш-тың да бұл жерде рөлі өте маңызды. Одан бөлек білім беру мен адам капиталының инвестиция. Бұл елдерде білім беру салалары қарқынды түрде дамыды. Біз қазіргі кезде осы елдердің корейский, японский, сингапурский метод обученияларын біз өзімізге енді мектептерімізге енгізіп жатырмыз. Одан бөлек ұлттық ынталандыру мен жұмыс этикасы қалыптасты. Бұл екі халық әлем бойынша өте еңбекқор халықтар болып саналады. Даже қалып түнге дейін жұмыс істейтін халықтар болып саналады. Білесіздер, дорамалар көріңіздерші, жұмыстан кейін қалып түнге дейін отырып жұмыс істейтін халықтардың бірі. Енді Жапония бізде қарқынды түрде дамып келді, әлі күнге дейін дамып жатыр. Ал оңтүстік Корея тоже қазіргі кезде дамушы елдердің қатарында келе жатыр. Міне, балалар, біз бүгін Жапония мен оңтүстік Корея деген сияқты елдерді өттік. Мен сіздерге вроде барлығын айттым. Қазіргі кезде бұл елдерде демографиялық мәселе туындап жатыр. Үйлену процестері өте жайлы болып жатыр. Туу көрсеткіші аз, өлім көрсеткіші көбейіп кетті. Сондай, Ал Солтүстік Корея әрине не? Солтүстік Корея туралы айтпаппыз ғой, ол бізде қазіргі кезде артта қалған елдердің біріне айналды. Яғни жабық мемлекет. Не бар тағы біз айтатын? Samsung, Lucky Goldstar біз бәрін айттық. Мыналар не бар екен айтатын тағы көрейік. Жалпы біз айтатын дүниенің бәрін айтыппыз. Міне, балалар, сабақ осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. 125 high school.